Байола настоятельно рекомендует, требует от бойца. Слушайте его команды. Ко-мейн-эвент на ИЗА 75 Ахтау. Каннский фестиваль против Игенов. Погнали. Много было сказано до боя. Что же случится сейчас? Сразу центр занимает Игенов, пробивает лоу. Фронт-кик в корпус. Магомбетов не выбросил даже ни одного удара. Пока. Сайдстеп уходит. Пытается нащупать свою дистанцию. Игенов в этот момент набрасывает удары. Работает по передней ноге. Продолжает отбивать. Даже меняет стойку. Каннский фестиваль. И есть попытка борьбы. Проход в одну ногу ничем не завершился. Есть захват от хедлок от Игенова. Пропускает мощный левый боковой. Каннский фестиваль готовится к контратаке. Размах рук сейчас играет роль, а тут Игенов заметное преимущество имеет. Отжался от сетки Каннский фестиваль. Продолжает работать по передней ноге Игенов. О, хороший правый боковой заходит в челюсть. Игенов сам идет в борьбу. Зажимает у сетки. Есть контроль одной ноги. Игенов контроль теряет. Распрямляет осанку Кульмагомбетов. Клинчует у сетки. Есть зацеп. Перевести нет. Игенов инициирует борьбу. И переводит соперника. Вставляет колено Кульмагомбетов. Казалось, что за Кимурой сейчас пойдет Кульмагомбетов. Пытается уйти с линии атаки. Игенов же работает корпус-голова. Маршрут понятен. Маршрут построен. Удастся ли оттолкнуться сейчас Каннскому фестивалю? Қазір енді Игенов өзінің басымдығын осылайша партерде нақтылай түсуде. Ал енді Қанат Кульмагомбетов үшін бұл позициядан қайткенде де сытылып шығып, өзінің сүйікті әдісі, яғни тік тұрып төбелесуге қарай жол ашу қажет. Оны жақсы түсінеді. Керісінше Ислам Игенов болса, міне бар денесінің салмағымен қарсыластың кеңірдегін тұсына, білегін қайта-қайта салып, мазасын алып, одан кейін шынтақпен осындай мазаны алатын соққыларды жасау арқылы Кульмагомбетовтың шындығында бір құтын қашырды деп айтсақ болады. Тағы бір соққы. Қанат әзірге барынша сауатты қорғануға тырысуда. Сондай бір орасан зор қателікке бой алдыра қойған жоқ. Өйткені бойында күш қуаты бар. Сақтана алады. Әзірге бірінші раундтың аяқталуына 1 минуттан астам уақыт бар. Енді бұл бақылауын Игенов раунд соңына дейін сақтай алатын болса, сөзсіз жекпе-жектің бұл бөлігі Исламның қанжығасында кететіні түсінікті. Тұрып кетуге талпыныс әзірге бір жоқ, сондай белсенді Кульмагомбетовтың тарапынан. Жаңағына тік тұрып айқас салу сәтінде де көрдік Игеновтың қаншалықты қауіпті екендігін қарсыласына. Өйткені қолы да ұзын, бойы да ұзын. Жалпы осы 77 келіге бұл азамат енді тіпті бұдан да жоғары салмақта да өнер көрсете алады. Осындай дене бітімімен әрі жас. Ал енді Қанат үшін қазір өзінің осы функционалдық төзімділігі бір сынға түсіп жатқан сәт. Қанатта қарап қалып жатқан жоқ, ұрымтал тұста соққы жасап, өзінің партияда жатсам да мен ширақпын дегендей
әлсін өз жайлы еске салуда. Міне тұрды. Тағы да торға апарып. Игенов қанатты ақырын ғана жапсырған еді, бірақ қалай аяқтан шалып қана еш қиындықсыз түсірді. Гонг үні естілді. Міне бұл раундта енді Игеновтың басымдығын көрдік. Қазір бейне қайталау сәтінде біз тағы бір мәрте Ислам Игеновтың қай тұстарда басым болғандығына көз жүгірте аламыз. Енді найза 71 турнирінде Газиев-Газиевке қарсы жекпе-жекте 3 раунд қорытындысы бойынша Ислам Игенов есе жіберген болады. Міне, бейне қайталау сәті. Осы Игеновтың сүйікті әдісінің бірі қарсыласын бір қолымен ұстай тұрып, яғни бастан ауыр соққылар жасайды. Ал енді қанаттың өзіне тән мәнері ол қысқа қашықтықта соққы жұмсау тұрғысынан енді өте жақсы, жемісті шабуылдай алатын жауынгерлердің бірі. Қанат фестиваль деген лақап аттың иесі Кулмагамбетов соңғы рет мамыр айында осы жылы Намат лигасында Харон Бозиевті жеңген екен. Содан бері 16-24 жылы Шерзот Абдужаппаров жеңген болатын найза 66 турнирінде. Екінші раунд басталды. Қан қызуы жоғарғы деңгейге көтерілген сәт, жігіттердің тері шығып бір раунд алысып, бір раунд теке тірескеннен кейін міне қауіпті қайки қазір Игенов қанаттың қорғанысын тас-талқан ете жаздады. Осындай ауыр бір соққымен тағы да тіке соққы қашықтықты өте орынды пайдалана алуда. Керісінше қанаттың соққыны жеткізу тұрғысынан біраз енді нәтижелілік әзірге төмендеу болып тұр. Қанат алаң ортасында. Но мы уже один бой видели, где 3 минуты контроля было от одного из бойцов. Но это не принесло ему успеха. А как будет сейчас? Игенов опять. Есть хедлок. Треугольник не выйти. Вновь у сетки Кулмагамбетов локти разряжает мощный Игенов. Прячет голову, но Каннский фестиваль много-много урона наносит в этот момент. И падает Игенов. Кровь заливает лицо Ислама. Кулмагамбетов забивает соперника. Игенов надо выжить как-то. И дальше набрасывает канат. Это не Каннский фестиваль, это Каннское кровопролитие. Очень много крови, очень много сил. Игенов не смог спрятать голову и, посмотрите, разбивает Кулмагамбетов соперника. Меняет позицию и наносит удары, но сил уже и у него не осталось. Бұл шындығында қанаттың фестивалі емес, қанның фестивалі болып жатқандай. Қазір Игеновтың басы жарылды. Бағанағы Кулмагамбетовтың шынтақпен жасаған қауіпті ауыр соққылары қанжардай тіліп түскені, осып түскендігі көрініп тұр. Игеновтың тұла бойын қан басып кетті қазір. Тіпті тұншығыпта жатқан шығар. Бір басын бұққан қалпы, бірде-бір соққы бағыттай алмауда, тек қана қорғануда. Но пытается защищаться Игенов, но может быть судье уже нужно вмешаться. Если бы сейчас было бы больше все-таки топлива в баке у Кулмагамбетова, этот бой бы уже закончился. Игенов. Соққылардың дәлдігі бәлкім. Міне позициясын жақсартты Игенов. Енді қарымта беретін сәт қазір. Да, и он в маунт пересаживается и сам разряжает злые локти. Кулмагамбетов уходит. Спасается. Жоқ, Игеновтың жібергісі келіп тұрған жоқ. Ол түсінікті. Вот это бой, друзья! Вот это комейн ивент! Мынау неткен қиян кескі төбелес ардақты жанкүйерлер. Қазір енді алма кезек дүние Исламның Игеновтың позициясына өте бір оңтайлы болып тұр. И сверху Каннский фестиваль вновь! Қалай бұл өзі? Мынандай қанды
мындай қанды айқасты шындығында біз біраз болған еді тамашаламағанымызға. Не деген рух екі жауынгерінде, не деген төзімділік. Какие гладиаторы сейчас в клетке Найза. Канат пытается отдышаться. У Егенова, ну просто все лицо залито, кровь на лице. Заливает обзор, не дает возможности даже нормально продышаться. Пытается встать Егенов. Минута. Но он боец. Проявил характер, не сдался в этот момент. Тяжелейшие 2 минуты переживает Ислам Егенов. Второй раунд забирает Канат Кульмагамбетов. А будет ли третий? Тағы да шынтақпен соққа. Канат Кульмагамбетов. Кульмагамбетов. И забивает. Және Егенов тұрып кете алады ма? Жоқ, позициясын. Пытается, да, свип не проходит. Аздап тыныстап алудың мүмкіндігін іздеп жатыр. 30 секундқа шыдас берсе, раунд аяқталады. Және Егенов соны күтіп жатыр. Ал енді Канат шындығында айқастың сценарийін күрт өзгерте алды. Мы будем называть этот бой битва в Ақтау. Кульмагамбетов против Егенова. Ақтаудағы қанды шайқас. Сөзсіз Ақтаудағы қанды шайқас ағайын, міне көз алдарыңызда өтіп жатыр. Қандай жойқын соққылар. Енді екі азаматтың мінезін, батырлығына сөзсіз тік тұрып қол соғуға болады. Жергілікті жанкүйерлер жаңа Канатты ысқырып айғайлап қамшылаған еді. Өткен раундтың басында Егенов шабуылы барлығы сонда бір қауіпті жойқын көрінді. Тіпті басымдыққа ие болып кеткен сыңайлы. Мына қараңыздар, осы тұста шынтақпен мынау сол жақ құлақтың үстіңгі жағынан Канат қарсыласын төпелей соққаннан кейін бұл соққы бірінші Егеновті есеңгіретті. Одан кейін басы жарылды деп, басы енді тілініп кетті ғой айтқанда. Содан саулаған қан шындығында Егеновтың көзін жауып, тынысын тарылтып, тіпті мынандай шабуылдаудан төтеп шыққан Егеновке жекеше қол соғуға болады. Одан кейін міне қарымта қайтарған сәті. Но если давать бонус, то вот за такие бои. Мына жекпе-жек. Вот за такие, посмотрите, Каннский фестиваль идет на Егенова. Демонстративно. Я готов, заявляет он. Жаңа айтып отырмын ғой, бұл Канат фестиваль емес. А бой остановили? Мне кажется, да, там сетка. Доктор остановил, скорее всего. И да, это победа для Каннского фестиваля. Канат фестиваль бүгін бізге қанды фестиваль тартып өтті. Ардақ жанкүйерлер, осы сөзді ұйқас естеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Канат құттықтаймыз. Бірақ енді Дидар, мына тұста Ислам Егеновтың де батылдығын айтуымыз керек. Шыдап берді. Және әлде төбелесуге дайын тұр. Өзі іштей. Тек қана мына дәрігерлер енді спортшының жағдайын мамандар ғой, біледі ғой. Қандай қауіп болып тұрғандығын денсаулығына. Мне кажется, вообще можно было остановить примерно на 3-й минуте в втором раунде. Но это опять только мое мнение, я дилетант. Здесь ничего не буду говорить. Самое главное, врач вмешался в этой ситуации. Да, есть сечка очень серьезная, и последствия могут быть необратимыми. Поэтому вовремя остановили. Каннский фестиваль, победитель ко-мейн-ивента. Және живая легенда. Шындығында бұл азаматтың бәлкім енді Канат фестивальдің кәсіби рекорды сізді бір елең еткізе қоймайтын шығар. Бірақ бұл азамат шындығында қазақстандық. Сондай қалданы мырзалар, бұл жекпе-жек екінші раундтан кейін дәрігер шешімімен тоқтатылды. Жеңіске жеткен алаңнан қазылау вұрыша Канат Каннский фестиваль Кульмагамбетов!